Сәлем достар, бүгін сіздермен дәл осындай өзгеше салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен дәл осылай колбасамызды бөліктерге бөліп аламыз. Және дәл осындай ұзыншалау етіп турап аламыз. Турап алған колбасаларымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді дәл осылай салат жапырақтарын жуып тазалап алып турап алатын боламыз. Турап дайындап алған салат жапырақтарын да ортақ ыдысымызға саламыз. Бізге дәл осындай сиыр қажет болады. Сиырымызды да видеода көрсетілгендей бөлектерге бөліп аламыз. Енді жақсылап дәл осылай қырынан ұзыншалау етіп турап ортақ ыдысымызға саламыз. Бізге алдын ала пісіріліп алған жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды да дәл осындай ұзынша етіп турап аламыз. Турап алған жұмыртқаларымызды да ортақ ыдысымызға саламыз. Консерваланған жүгерімізді саламыз және майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек ыстық тағамдар, салаттар, десерттер және торттардың рецепттерін таба аласыздар. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Үйіңізге бірден қонақ келетін болса, немесе өзіңіздің салат жегіңіз келген кезде дәл осы салатты жасасаңыздар болады. Ұзағымен 5 минутта дайын болады. Салатымызды тәрекелерге салып, бетіне әсемдік үшін дәл осылай крешки немесе чипсиларды қойып дастарханға тарсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын. Егерде сіздерге дәл осы видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және келесіде шығатын видеоларым сіздерге SMS болып барып тұрғанын қаласаңыздар, қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда сіздердің телефондарыңызға менің жаңадан шыққан видеоларым SMS болып барып тұрады. Сау сәлеметте болыңыздар.